Армысыздар, Қарашанақ телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтептеген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар, алдымен қысқаша шолу жасайық. Нұротандықтар алқа отырысында бас қосты. Ел жүрегі астанаттың мәнерлеп оқудан сайыс өтті. Бимағанбетова Сүйрік Нұрбайқызы өз мамандығының қыры мен сырын жетік білетін, көп жылдан аянбай еңбек етіп, өз ісінің кәсіптік шеберлігін шыңдап жүрген тәлімгер ұстаз. Әрдайым ізденіп, әр сабағын түрлендіріп жаңаша өткізуге тырысады. Оқыту үрдісінде жаңа технологияларды қолдану негізінде жұмыстанып, жоғары әдістемелік деңгейімен ерекшеленеді. Сабақтың өту барысын жүйелі түрде ұйымдастыра біледі. Орта және жоғарғы сынып оқушыларының психологиялық ерекшелігін, олармен жеке және ұжымдық түрде жұмыс істеу жолдарын тиімді пайдаланады. Осы уақыт ішінде өзінің ісіне мығым, алғыр, еңбекқор ұстаз екендігін дәлелдеп шықты. Ізденімпаз, талап қойғыш, сабақ барысында өз білімін әртүрлі әдістемелік тәсілдер арқылы оқушыларға жеткізе алады. Осының нәтижесінде сабағы әрдайым мазмұнды әрі қызғылықты өтеді. Оқушылардың ауызекі сөйлеулеріне, жалпы сөйлеу мәдениетінің қалыптасуына ерекше көңіл бөледі. Сүйрік Нұрбайқызының тікелей басқаруымен аудандағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің шығармашылық тобы үнемі жоғары нәтиже көрсетіп отырады. Әріптестері оны өзіне де өзгеге де талап қоя білетін жаңашыл, жоғары санатты маман ретінде бағалайды. Педагогтарға арналған ғылым, білім, инновация атты республикалық конференцияда қазақ әдебиетін оқытуда жаңа технологияны қолдану әдістемесі тақырыбында баяндама оқып, Платон халықаралық дамыту орталығының алғыс хатына және сертификатына ие болды. Ұстаз мерейі медалімен марапатталды. Сүйрік Нұрбайқызының сонымен қатар қоғамдық шараларға да белсене қатысады. Аудандық үздік оқырман отбасы 2016 жылғы байқауының бас жүлдесі, Ақжайық өңірінің оқырман отбасы 2016 облыстық байқауында 2-ші орынға ие болды. Менің ұстаз болуымның себебі, мен балаларды сүйіспеншілікке, адамгершілікке, қамқорлыққа тәрбиелеу мақсатында мұғалім болуды армандадым. Енді қазір осы мұғалімдік жолында бірнеше жыл еңбек етем, енді осы өзімнің арманымды орындадым деп ойлаймын. Себебі менің балаларым, көптеген балаларым оқу бітіріп мектеп ұясынан ұшқаннан кейін өзінің еліне, отанына қызмет жасау мақсатында көптеген жерлерде оқу орындарын бітіріп, әрбір салада қызмет атқаруда. Сондықтан да мен ойлаймын, балалардың жаңағы мектептен алған тәлім тәрбиелерін олар өздерінің бойларына сіңіріп, болашақта үлкен азамат, азаматша болып, өз елін жаңағы экономикалық жағынан гүлдендіреді деген ойдамын. Мұғалім еңбегі оқушылардың жеткен жетістігінде. Оқушылары аудандық олимпиадалық және түрлі байқаулардың жеңімпазы. 2014 жылы шәкірттері Қалеева Ақсайым алтын қаламатты шығармалар байқауында 2-ші орынға, орынбасар жеті жұрттың тілін бір полиглоттар сайысында 1-ші орын, аудандық жарқын болашақ олимпиадада 1-ші орын, абай оқуларынан 2-ші орын, жас ақындар байқауында да 2-ші орынды иеленді. 2014-2015 оқу жылында аудандық пән олимпиадасында да шәкірттері облыста дипломмен марапатталса, облыстық қадыр оқуларында алғыс хатқа ие болды. 2015-2016 оқу жылында аудандық балалық шақ досы шығармалар байқауында Испусинова 2-ші орын, халықаралық Мұқағали мерейтойына байланысты өткізілген шығармалар байқауында да 2-ші орынға ие болды. Аудандық Мұқағали оқуларынан Ерғалиева 1-ші орын, облыста алғыс хатқа ие болды. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі білім сапасының көрсеткіші жыл сайын 100% болып жүр. Еліміздің бас партиясы Нұр Отан партиясы екені белгілі. Саяси науқанның басқасында жүретін партияның жаңару кезеңі басталмақ. Нұр Отан партиясының Бөлі аудандық филиалы кеше ғана мәжіліс өткізіп, алдағы күндердің жоспарын бекітті. Нұр Отан партиясы жаңарудың жаңа бағыт туралы Нұр Отан партиясы Бөлі аудандық филиалының төрағасының 1-ші орынбасары Малика Махауа баяндады. Партия жалпы алғанда еліміздің барлық өңірлерінде жұмыс жасап жатырса, біздің ауданымызда бұл бағытта көптеген жоспарлар алға қойылып, жаңарудың жаңа кезеңі алдымызда деп топшылайды жиналғандар. Осы партия саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында нақты тапсырмалар берілді. Оларды орындау біздің міндетіміз деп есептейміз.
Биылғы жылдан бастап партия қызметін жаңарту аясында рухани жаңғыру, цифрлы Қазақстан бағдарламаларын жүзеге асыруға, шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған жаңа партия жобалар іске асыруға қол алынды. Бүгінгі партиялық жаңғырудың нақты жоспары дайын. Бұл реформаның басты мақсаты Қазақстанның экономикалық, саяси және рухани жаңғырудың нақты жан-жақты қолдау көрсетудің тиімді тетігін қалыптастыру. Бұл күні атқарылған жұмыстардың бір сыпырасы туралы Бөрлі ауданының білім беру бөлімінің басшысы орынбасар Төлегенұлы және де Бөрлі ауданының орталықтандырған кітапханалар жүйесінің директоры Дариға Кеңесбайқызы таныстырып, өз жұмыстарын қандай бағытта қарқын алып, алға жылжып жатқаны туралы сөз қылды. Бөрлі аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 23 қызметкер жасайды, оның ішінде 55 қызметкер ауылда, ауыл тұрғындарына қызмет етеді. Бүгінгі таңда Бөрлі орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің кітап қоры 400 мың данадан асып жығылады, оның ішінде мемлекеттік тілде 96.247 дана. Байқап отырсаңыздар, 400 мың дана мен 96 мың дананың арасында үлкен айырмашылық бар. Құлақтарыңызға ыңғайсыз естілуі мүмкін, бұл сұрақты бізге ылғи да қояды. Неге барлық 400 мың дананың 96 мыңы ғана мемлекеттік тілде деп? Енді аудан кезінде 99%-ға орыс тілінде жазылған кітаптар алған. Біз енді тәуелсіздік алған 25 жылдың 26 жыл болып келатыр. Соның үстінде негізінен аудандық бюджеттен алынған кітаптарға негізінен 80-90% қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде кітаптар алуға тапсырыс берсек те, қуып жете алмай келатқанымызды мойындаймыз. Нұр Отан партиясы саяси бюросының құрамына өзгерістер енгізу туралы және де Нұр Отан партиясы саяси кеңес құрамына өзгерістер енгізу туралы Бөрлі аудандық мәслихат хатшысы баяндап, бюроның күн тәртібін бекітіп алуды жөн көрді. Сонымен саяси бюро және саяси кеңестің құрамына аудан әкімі Санжар Әлиев енгізіліп, және де Бөрлі аудандық Нұр Отан партиясының төрағасы болып тағайындалды. Мәжіліс соңында аудан әкімі Санжар Әлиев сөз алып, жиналғандарды бірігіп жұмыс жасауға, келелі мәселелерді бірге шешуге шақырды. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагожиев, Қарашығанақ телеарнасы. Ел жүрегі Астана осындай тақырыпта аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің ұйымдастыруымен мәнерлі оқудан байқау өтті. Шара Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналып отыр. Осылай басталды іс қарқын алып, тәуекел несіне енді тартын алып, бұл істің ешкімге оңай болмайтынын елбасы ескерткенді айтып анық. Айсұлу Баймурзина 7-ші сыныпқа көшті. Нөмір 1-ші орта мектепте оқиды. Өлең жырды жақсы көретін ол байқауға қатысуға бірден ниет білдірген. Астана туралы өлең жырларды көп біледі. Әдебиет пәнін жақсы көріп, болашақта тіл маманы болғысы келетінді айтады. Астана бас қала, ол еліміздің мақтанышы. Мен болашақта Астанада білім алғым келеді. Өзім бүгінгі байқауда мен Астана туралы тағы өзімнің өлеңімді жаттап келдім. Астананың дамуы мен қалыптасуы бүгінгі таңда талай ақындардың жыр тақырыбына айналған. Бас қалаға арналған шара жер-жерде өткізілуде. Соның бірі кітапханада өткен мәнерлеп оқу сайысы. Алдымен шараның ашылу салтанаты болды. Бұның мақсаты балаларды кітап оқуға насихаттау, патриоттық сезім ояту, қазақ тілінің қолдануын кеңейту аясын, және де бұл шараға 17 қатысушы келіп отыр. Өздері қатысам деген оқырмандар өте көп. Біз соларды барлығын жинап, бүгін міне аудандық байқау өткелі жатырмыз. Байқауға 10-15 жас аралығындағы оқушылар қатысты. Байқаудың шарты бойынша Астана қаласына арналған өлеңдерді қазақ тілінде оқыды. Барлығы дерек 6-8 шумақтан жаттап келген. Еліміздің бас қаласы Астана туралы мағлұмат беріп, отан сүйгіштікке, оны қадірлеп мақтан тұтатындарын жеткізді. Белгілі авторлардың өлең жырларын оқыды. Санам, ару қалам, асқақ ордам, қалың жұрт қазағыма қақпа болған, ту ұстап тұлпар мінген бабаларым, бермеген ел намысын жатқа қолдан. Бұзығым, боз беткейлім баққа оранған, тарихтың қойнауынан тапқан олжам, баянды бақытымның бастауынай, айналды Астанам, аппақ арман. Шар болып жабар ие жалғыз ғана,
сырға аяқ бастық алпыс жаңа, сұрманып сырт айналды сол күздер, қарайды әлі саған сәл қысқада. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабуғжиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, арнамызбен бірге болыңыздар.